Қазір біз трафиктермен таргет жіберетін боламыз. Бірінші Google-ға кіріп, Facebook ADS менеджер деп жазасыз. Сөйтіп өзіңіздің ADS менеджеріңізге кіресіз міне. Meta ADS менеджер дегенге кіресіз. Кіргеннен кейін астыңғы жаққа түсіп, ADS менеджер деген тауып аламыз міне. ADS менеджер, откройте ADS менеджер деген басасыз. Басқаннан кейін өзімізге қажетті бизнес менеджерге кіріп алсаңыз да болады, немесе мынау тұрған главный аккаунт бұл. Мен өзімнің екінші аккаунтыма кіретін боламын. Қазір. Қазір мен трафиктермен таргет жүретін боламын. Создать деген басасыз. Бірінші кірген, бірінші. Деген трафиктерін таңдаймын. Қазір біз трафиктермен реклама жүретін боламыз. Трафикте бұл жерде ссылкамен өтеді, және де WhatsApp-қа да өтеді. Ссылкамен жіберсеңіз болады. Немесе просмотр целевой страницы жаңағы Инстаграмға прямой страницаға өту үшін, WhatsApp-қа өту үшін, немесе звонок жіберу үшін, одан кейін жаңағы осы именно Инстаграмның өзіне жіберу үшін, жаңағы аккаунтыңызға жіберу үшін. Так, продолжить бассаңыз болады. Одан кейін ручнойды басасыз. Автоматом ол жерде тек таргеттің өзінің ұсынған настройкалар ғана. Мына жерде именно ручной дегенге түсіресіз. Ручной настройка. И продолжитті басасыз. Продолжитті басқаннан кейін мына жерде шатасып кетпес үшін атын өзгертіп қойғаныңыз абзал. Мысалы, той деп жазсақ. Күнін жазып қойсаңыз да болады мына жерде. Группаға өтесіз. Шаблон жіберу үшін. Той. Так, немесе екінші баннер деп жазсаңыз да болады. Бірінші баннер деп. Мына жерге так. Клик по ссылка тұрады. Мына жерде страницаны таңдайтын боламыз. Мындай страницаны таңдаймыз. Так, страница жалғанға дейін. Осы жерден страницаны таңдайтын боласыздар. Чистка кавы трейдинг. Қайсына менде Инстаграм жалғанған еді. Алаша крем. Міне алаша кремде менде Инстаграм жалғанған. Мына жерде максимально чисто переписок дейді. Так. Бұл жерде сіздерде трафикпен жүрген кезде основном клик по ссылкамен жібересіздер. Число переписок ол жерде конверсия сіздерде пиксель қосылған кезде қана жібере аласыздар. Одан кейін бұл жерде қазір клик по ссылка тұру керек. По ссылке тұр. Ссылкамен. Мына жерде өзіңізге қанша бюджет қоясыз, соны жібересіз. Мысалы, $7 деп қойсаңыз. Основном негізі тек 7 емес, именно 7-де 12, 7-де 15 деп шамалы өзгертіп қойыңыздар. Өйткені конкуренттердің основном $7 қояды. Конкуренттен $7 жібергенде сіз шамалы асып тұру үшін олай өзгертіп қойсаңыз болады. Немесе $8 деп қойсаңыз да болады. Мына жерде мысалы мен қазір 23:00-де жіберіп жатырмын. Сағатты 24:00-ге қойғым келеді. Ол үшін 23:59 деп қоя салайын. Мына жерден сіздер қай қалаға жібересіздер, соны таңдайтын боласыздар. Мысалы, Астана, так, Астана емес қазір, Нұр-Сұлтан, Ақмола регион деп шығып тұру керек мына английский. Мысалы, сіздер Шымкент десеңіздер,
мына Қазақстан регион деп шығып тұру керек осылай. Сосын так ары қарай кеттік. Мына жерден на исходный настройка дегенді басасыз. И мына жерде тек 18-тен 65-ке дейін толық аудитория шығады. Мына жерден қажетті аудиторияны таңдау үшін исходный таңдаймыз. Так, мына жерден қалаға келдік. Мына жерде редактировать деген шығасыздар. Телефонда да дәл осылай шығады істері. Ештеңе ауыспайды. Осылай кіресіздер, осылай жасайсыздар. Барлық жер настройканың барлығы бірдей телефон. Мен көбіне телефонда да жіберемін. 2 жыл бойы телефонмен жіберіп жүрдім. Ешқандай ноутбуксыз кетті. Мысалы 47 жасқа дейін жібергім келіп тұр. Мына жерден полын таңдайсыздар. Осындай женщина или мужчина или барлығына деп жіберсеңіздер болады. Ол сіздің аудиторияңызға байланысты, өзіңіздің құрған стратегияңызға, воронкаңызға байланысты таңдайсыздар енді. Мына жерде язык таңдайсыздар. Русский деп таңдайсыз. Мына румынский емес, именно русский деп таңдайсыздар. Өйткені біздер енді румынский тілде сөйлейтін адамдар жоқтың қасы ғой. Русский және қазақ осы тілде сөйлейтін болғандықтан Қазақстанда сол тілдерді таңдаймыз. Русскоязычный қазақ тілде сөйлейтін адамдарды таңдаймыз. Место размещения бұл жерде advanced емес, ручной таңдаймыз. Өйткені место advanced қойсаңыз, ол кезде бүкіл жаңағы Facebookқа да, жаңағы мессенджерге де барлық жерге сіздің рекламаңыз кетіп қалатын болады. Былайша айтқанда, ақшаңыз далаға кетіп қалады. Өзі азғантай доллар қойсаңыз, ол кезде тіпті мүлдем сізде результат болмайды. Сол үшін ручнойға қоямыз. Ручнойға қойған кезде тұрған Фейсбуктарды желательно алып тастаймыз. Егер Фейсбукқа жіберемін десеңіз, ол кезде өзіңіз білесіз, таңдап жіберсеңіз болады. Инстаграмды қалдырамыз. Инстаграмға жіберу үшін. Инстаграмға жібергіңіз келген кезде, мына жерде таңдап аласыздар. Бірінші қай жерге жібергіңіз келмесе, лента Инстаграм, лента профиль Инстаграм, алып тастасаңыз да болады, қоссаңыз да болады. Интересный міне. Интересный қойсаңыз болады. Мына жерде главный экранға интересныйға қойылмайды екен. Желательно негізі орысша қоюдың да қажеті жоқ. Былайында ол жерде көбіне результат көрсете бермейді. Мына жерде историяны таңдайсыздар, рилсті таңдайсыздар. Осылай. Мына жерде барлық настройка дұрыс. Қарап шығасыздар, асықпай. Міне тағы бір қарап шығайық. Екінші баннер аты өзгертілді. Мына жерде WhatsApp-қа өтеді. Сол үшін WhatsApp-ты таңдадық. Мына жерде жаңа сразу звонок керек десеңіз, звонкиға қоясыз. Мына жерде профиль Инстаграмның өзіне өткізу үшін. Инстаграм дайрект емес, бұл Инстаграмның страницасына өтетін болатын алып тұрған. Мына жерде мессенджер приложениесі бар. Білмесеңіздер, көрсеңіздер болады. Соған өтетін болады. Бізде көбіне қолдана бермейді. Приложение, қандай приложение өткіңіз келеді, соны қолдансаңыздар болады. Мына жерде сайт бар, мысалы, сайтты қойып, сосын таңдасаңыз болады. Сразу сайт арқылы өтетін болады. По ссылке дұрыс, осылай тұру керек. Мына жерде страница таңдалды, дұрыс таңдалды. Барлығын мән беріп, асықпай қарап шығыңыздар. Страницада номер дұрыс тұрма деген сияқты осылай таңдап қарап шығыңыздар. Бюджет, мына жерде дұрыс тұрма, соны қарап шығыңыздар. Күні дұрыс тұрма, сағаты дұрыс тұрма, барлығын ұстап қарап шығыңыздар. Егер сіздер қазір, мысалы, 23:00 емес, мысалы, сағат 4-те 5-те жіберіп жатсаңыздар, ол кезде шамалы жарты сағат озығырақ қойып қойыңыздар. Өйткені сіздер сол уақытқа дейін жіберіп үлгерулеріңіз керек. Мына жерде қала дұрыс тұрма, мына тұрған регион деген сөз тұрма, жоқ па деген сияқты. Кейбір қалаларда болмауы мүмкін, бірақ основном осы регион дегенмен шығады қалалар. Осымен таңдап қоясыз. Және жаңағы мен айтқан исходной дегенді басасыздар. Advanced емес, осылай возрасттарын таңдап қоясыздар.
исходнойды таңдамасаңыздар, ол кезде полный аудитория кетеді сізде 18 жастан 65 жасқа дейін. Все или мужчина, женщина деп таңдайсыздар. Мына жерде русский, казахский деп таңдайсыздар. Мына жерде детальный таргетинг қазір таңдалмайтын болған. Бұл жерде трафиктерінде көбінде. Одан кейін место размещения вручную обязательно. Место размещения вручную. Былай қарай Инстаграм таңдалды міне. Мына жерде қандай жерге жіберілді барлығына жіберу керек птичка қойып шығасыздар. Міне история, Reels и ары қарай өтетін боламыз. Мына жерде тағы да тойды. Мына жерде Инстаграмның дұрыс тұрған жоқ па деген сияқты қарап шығыңыздар, қандай Инстаграм шықты деп. Мына жерде добавить медиа файл, бұл жерде сіз өзіңіз дайындап қойған суретті қоятын боламыз. Мен мысалы өзімнің суретімді қоямын. Загрузите басып, өзім суретімді қоямын. Суреттің размері білесіздер, 1080-де 1080 немесе 1:1, 1080-де 1920 сондай размермен қоятын боласыздар. Так, екінші размер сторисқа, рилсқа арналған размерлер бұл. 1080-де 1920 сторис пен рилсқа арналған лента мен профиль Инстаграм бұда 1080 1:1 солай қоясыздар. Осылай қойып аласыздар, готованы басасыздар. Мына жерде қалай тұрған көрсеңіздер де болады. Міне былай ауыстырып. Мына жерге өзіңізге дайындап қойған текстімді қоямыз. Мен мысалы осылай телеграмға дайындап қоямын. Қазір көрсетемін сіздерге. Өзіме канал ашуға солай сіздерде дайындап алсаңыздар болады. Іздеп жатқанда уақыт кетеді, осылай қоя салайын. Бұрын қойған рекламаның несі. Так, мына жерге рекламаға өтетін боламыз. Осылай текст қоямыз қазір. Дайындап қойған текстімізді ставить етеміз. Текст қойылды. Мына жерде шаблонын редактировать етіп мына жерге. Так, часто задаваемый вопросы міне басып, өзіңізге қажетті шаблондарды жазып шықсаңыз болады. Қайырлы күн, менің сатып алғым келеді, немесе басқа сөздерді жазсаңыз болады. Добрый день, хочу заказать деген сияқты, немесе сабақ сатып алғым келеді, немесе курсқа қатысқым келеді деген сияқты. Керек еместерін былай өшіріп тастайсыз. Тек бір ғана сөз жазамын десеңіз. Өзіңіз жазамын десеңіз, әрине осы жерде жазып, осылай сохранить етесіз. Сол кезде сізде шығатын болады шаблонмен. Мына жерден көріп алсаңыз да болады. Мына предосмотр сделали страницы десеңіз, төменге қарасаңыз, қандай текст сізде шығатыны көрініп тұрады. Осылай. Тағы бір тексеріп шығамыз. Барлығы дұрыс па деген сияқты. Толы барлығы дұрыс. Осылай. Дұрыс екен барлығы. Енді опубликовать дегенді басамыз. Менде бұл жерде карта жалғанбаған. Бұл жаңа бизнес менеджер, рекламный кабинет болғаннан кейін қазір мен жібере алмаймын. Сіздер осылай опубликовать етіп жіберсеңіздер болды. Осы кнопканы бассаңыз, жазу кнопканы, сіздің рекламаңыз шығатын болады. Міне қазір міне карта жалғанбағандықтан осылай шығып тұр.